Сәлем барлықтарыңызға. Бұл видеода 2023-24 оқу жылында өткен ауыл олимпиадасы 9 сыныптар үшін бірінші іріктеу кезең, бастапқы кезең есептерін шығару жалғастырамыз. 30-шы есепке келіп едік. Егер x куб плюс y куб минус 3x минус 3y плюс 4 тең нөл болса, мына x, y оң сандар екен, x плюс y қосындысының мәнін табыңыз. Мына жерде топтастырып алу керек. X куб минус 1 деп жазам, плюс y куб, оған да қасына минус 1 деп жазам, минус 3x плюс 3 деп жазам, минус 3y плюс 3 деп жазам. Тең 0. Ештеңе өзгерген жоқ. 3 қосылған 3 6 болды, одан 2-ні алып тастасақ 4 қалады екен. Енді мына жер қысқаша көбейту формуласына қойсақ, мына x куб минус 1 куб болады, y куб минус 1 куб. X минус 1 болады бір жақшада, екінші жақшада x квадрат плюс x плюс 1 болады. Мына екіншісі y минус 1 болады, y квадрат плюс y плюс 1 болады. Мына жерден 3 шығарып жіберем, минус 3 шығарып жіберем. X минус 1 болады. Мына жерден де минус 3 шығарып жіберем, y минус 1 болады. Тең 0. Енді мына жақшамен, мына жақшадан x минус 1-ді шығарып жіберсек. X минус 1-ді шығарып жіберсек, x квадрат плюс x плюс 1 минус 3. Ал мына екі қосылғыштан y минус 1-ді шығарып жібереміз. Сонымен тең 0 болды. X минус 1 x квадрат плюс x минус 2 плюс y минус 1 көбейту y квадрат плюс y минус 2. Мына жақшаларда дискриминант арқылы Виет теоремасы немесе a плюс b минус c деген қасиеті де бар, тең 0 деген. Сол арқылы x1, x2-ні тауып алып, жақшаларға жіктеп жіберсек, көбейіштерге жіктеп жіберсек болады. Сонда x плюс 2 болады, x минус 1 болады. Мына жерде y минус 1, y плюс 2, y минус 1 болады екен. Тең 0. Мына екеуін x минус 1-дің квадрат деп жазайын. X плюс 2 қосылған y минус 1-дің квадрат y плюс 2 тең 0. Есеп шартындағы x үлкен 0-ден, y үлкен 0-ден деген шарттарын еске түсірейік. X 0-ден үлкен болса, x плюс 2 2-ден үлкен болады. Оң сан. Y 0-ден үлкен болса, y плюс 2-ден 2-ден үлкен болады. Ол да оң сан болады екен. Мына екеуі оң сан. 0-ден үлкен деп жазып қояйын. Мына жерге. Мынау да 0-ден үлкен. Ал кез келген санның квадрат 0-ге тең болады, немесе 0-ден үлкен болады екен. Мынау да 0-ге тең, немесе 0-ден үлкен. Оң санды теріс емес санға көбейтсек 0 шығады, немесе мына екеуінің көбейтіндісі 0-ге тең, немесе үлкен екен. Мына екеуінің көбейтіндісі де 0-ге тең, немесе 0-ден үлкен болады екен. Енді мына екі қосылғышты қосқан кезде, теріс емес екі қосылғышты қосқан кезде 0 шығу үшін екеуі де 0-ге тең болу керек. Енді бір оң сан болатын болса 0-ден артып кетеді. Сондықтан екеуден 0-ге тең болады екен. Бірі оң болса, екіншісі терісі болу керек, мына 0 шығу үшін. Енді мына терісі бола алмайды, теріс емес сандар. Екеуінің қосындысы 0-ге тең болу үшін қосылғыштардың екеуі де 0-ге тең болады екен. Бірақ мына көбейткіш 0-ге тең бола алмайды, өйткені x-тің өзі оң сан, y-тің өзі де оң сан. Сондықтан мына көбейткіш 0-ге тең болады екен. X минус 1-дің квадраты 0-ге тең, және y минус 1-дің
квадраты 0-ге тең болады екен. Осындай жүйені шешуіміз керек. Сонда квадраты 0-ге тең болса, x минус 1-дің өзі де 0-ге тең, y минус 1-дің өзі де 0-ге тең болады екен. Осы жерден x тең 1 болды, y тең 1 болды. Екеуі де 1-ге тең. Бізге екеуінің қосындысы қажет. X плюс y тең 1 қосылған 1 тең 2 болады екен. Бұл нұсқа дұрыс нұсқа болады екен. Сонымен мына есеп шықты. Сау болыңыздар.